Менің тұрақты көрермендерім, ең әуелі менің арнама бір ғана қоңыраушаны басып, менің арнама жазылыңыздар. Әр қазағым жалғызым, Алланың разылығы үшін жасаңыздар. Қазақ каналын, қазақ келіншектерін, қазақ қыздарың қолдап кетіңіздер. Ал ендеше біз қазір кешкі асқа тездетіп ыстық тамақтың қасына бір салат жасайық деп тұрмыз. Оған мен үйден 2 ақ қосып жасағалы жатырмын. Өздеріңіз байқасаңыздар, менің любой контентім 2 ақ заттан деп па? 2 ақ заттан деп айтасың, бірақ тұз, бұрыш қосасың ғой. Өткенде оған міне бір жұмыртқа, бір помидор, бізде не көп, огородтан көк сарымсақ көп, ал мына жерде үйде қалып кеткен икра бар екен. Осы икраны пайдаланып тастайын деген мақсатта осы салатты жасағалы жатырмын. Оның банкасы әдемі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әдемі. Так. Бір жұмыртқамызды турап алайық. Әрі оңай, әрі ешқандай қиындықсыз, үйде бар заттардан. Өткенде бір осы салатты жасап, жұмысқа кетіп қалғам, дастарханға қойып, кешкісін отағасы. Мәз ғой, сен жасап кеткен салатпен мен шай ішіп алдым, сен жоқта. Қандай дәмді болған деп. Енді сарымсағымызды турайық. Сарымсақ өте көп қой деймін, маған жетеді. Қытайлар сияқты турайын ба сарымсақ? Туй, жаңа кесіп тастаппын, басқаша. Қытайлар сияқты турғым керек еді. Кесіп тастаған барыш. Сол кісілер сияқты турайын. Біз жаңа байқаусызда кесіп тастаппыз, енді келесі жол көрсетемін. Бұған ана пышақты бер, тоже. Деп үстінен қайттан тұрап кеткен деймі? Сіңізге турадың ғой ме? Осылайынан турап бұлайынан қоясыздар. Жасыл сарымсақтың өзін турадың өзі әдісі бар. Байқадыңыздар ма? Осылай. Енді помидорымызды турайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ортасына майонезімізді қосамыз. Болды, біздің салатымыз дайын. Менің көрермендерім, бір ғана қоңыраушаны басу арқылы менің каналыма тіркеліңіздер. Рас айтам, от души айтам. Это важно. Мына тамақты міне 2 ақ заттан. Мынау енді майонез үйде бар. Ой, сарымсақ огородта бар. Жұмыртқа үйде бар. Сонда енді действительно 2 ақ заттан жасалған салат болды. Осындай рецептіде әрі тез, әрі оңай, керемет салат жасап жеңіздер. Отбасыларыңызды қуантыңыздар.